Бүгін бізде сұхбат лингвистикалық орталық жайында. Мұстафа ағайға бірінші сұрағымыз лингвистикалық орталықтың негізгі мақсаты мен қызметтері туралы айтып өтсеңіз. Tamam, teşekkür ederim önceki soru için. Орталығы 2021 жылы құрылды. Бұл ең алдымен Түркиядан келген студенттерге тіл үйренуді мақсат етеді. Басты мақсатымыз түрікше және қазақша үйрену. Бұдан бөлек ағылшынша, арабша, орысша үйренеміз. Ең басты мақсатымыз түрікше, қазақша үйрену. Мұның себебі факультеттерде түрікше сабақтардың аз болуы. Тіл орталығы кем тұстарды толтыру мақсатында құрылды. Рахмет. Келесі сұрағымыз лингвистикалық орталықта тілдерді үйрету қандай әдістермен жүзеге асырылады? Бізде бірінші курс 80 сағат. Бұл 80 сағатта 11 негізгі тапсырма бар. Олар оқу, түсіндіру, тыңдау, жазу, айту. Айтылым екі түрде: монолог пен диалог. Бұл негізгі тапсырмалар арқылы білім береміз. Оқу барысында жаңа технологияларды қолданамыз. Ең көп 25 балл, аз 17 балл алсаңыз жете алмайсыз. Орталықтың құрамына кімдер кіреді және олардың міндеттері? Біздің тіл орталығы барлығына ашық. Тек біздің студенттер ғана емес, басқа жеке мекемелерден тіл үйренгісі келетін адамдар келеді. Кез келген адам қатыса алады. Біздің мынандай шарттарымыз бар. Біздің студенттер сырттан келген адамдардан айырмашылығы бар. Студенттер сабақтың ең аз 170-і қатысуы керек. Сертификат алғысы келсе, бұл өте маңызды. Сырттан келген адамдардан сабаққа қатысуы да маңызды. Негізгі 3 тапсырманы жақсы білсе, емтиханнан өтеді. Лингвистикалық орталықтың құжаттары қалай және кімдердің келісімімен жүзеге асырылады? Егер біздің курсты жақсы аяқтасаңыз, сертификаттар ала аласыз. А1, А2, В1 сертификаттарын директор орынбасары, яғни осы орталықтың орынбасары қол қояды. В1 сертификаттарына орынбасар, ректор өкілі қол қояды. Сертификаттарда бұл 3 кісінің қолы болуы керек. Өйткені диплом алған студенттерге Түркияға оқуға бару үшін өте маңызды. Біздің ең үлкен айырмашылығымыз әр тілді өзінің мамандары үйретеді. Түрік тілін Түркиядан келген ұстаздар береді, ал түрік тілін өте жақсы үйренуге, шынайы түрікше сөйлеуге көмектеседі. Қазақ, ағылшын, орыс тілдерін де өз мамандары береді. Осымен біздің сұхбатымыз аяқталды. Көргендеріңіз үшін рахмет.